қаншалықты бай болсаңыз да, қаншалықты атақты болсаңыз да, өзіңізді қарапайым ұстап біліңіз. Аллах сізді көтеріп жатыр ма, абыройды беріп жатыр ма, дүниені беріп жатыр ма, берген сайын өзіңізді кішіпейіл ұстаңыз. Адамның жетістігі байлығында, оның атақ абыройында емес, адамның нағыз жетістігі міне адам болып қалғанында да. Атағыңыз жер жарып тұрма, байлығыңыз асып тасып тұрма, бірақ тәкаппарсыз ба? Өзіңізді өзгелерден жоғары санайсыз ба? Онда сіз мына өмірде ешқандай жетістікке жеткен жоқсыз. Нағыз жетістікке жеткен адам қандай жағдайда өмір сүрсе де өзін қарапайым ұстай білген адам. Қазіргі таңда қаншама адамдарды көріп жүрміз ғой. Аллах тағала сәл байлық, сәл атақ, абырой береді, міне бас төмен түспей қалады, болды. Сіз ойлап тұрсыз ба, қазір қалтамдағы дүние менікі, мына абыройға, атаққа өз күшіммен жеттім деп? Жоқ, тек қана Аллахтың сізге жәрдемімен, Аллахтың қалауымен ғана жеттіңіз. Мына қалтаңыздағы дүние, астыңыздағы тайыңыз, үйіңіз ештеңе сіздік емес. Мына жер бетінде бүкіл дүние мүліктің иесі бір Алла екенін ұмытпаңыз. Алла сізге аямай беріп жатыр ма? Берген сайын өзіңізді қарапайым ұстаңыз. Атақты болдым екен деп, бай болдым екен деп тәкаппар болып кетпеңіз. Қандай жағдай болса да өзіңізді нағыз адам